Солтүстікке көшіп келушілерге берілетін үкіметтің жәрдем ақысы туралы және сол жерде тұрып жатқан адамдардың аты жөні, телефон номері қатарларды алдыңғы жолы жолдаған видеода айтып өткен болатынбыз. Ал енді бүгін осы солтүстікке көшіп келіп жатқан оралмандардың тұрмыс тіршілігі жөніндегі нақ майданда алынған видеолардың көрінісін тамашалайық. таң урай ғой мынау, айдың 23 күні таңғы сағат 10. Павлодар қаласы Май ауданы. Жаңбыр жауып ашылғаннан кейін жемістер тамаша болып кеткен екен. Тазарып шаң-тозаңға кетіп жолып деген сияқты. Таңғурай екен даладағы жабай таңғурай. Мынау міне Бәйсаятызы Павлодар облысы Май ауданындағы көген сәтсіздігі. Міне мынау ауылдың шеті. Ауылдың шетіндегі тұрған сол ауылдық доғдырхана болады ғой. Сол доғдырхананың қатарында ауылдың шетінде Ертіс өзенінің жағасында ертістің суымен суарылған Бейсай жағасына шығарылып болған, енді машинеге басуға дайындық болып жатыр. Қорапқа салып, қораптап басамыз. Мына Бәйсаятызындегі істеп жүрген кісілер, жұмысшылар. Шығара беріңіз. Шығара беріңіз дейін. Ятызды айланып көріп шықтым, негізі тошып қапты, енді машинеге басуға таяқ қапты. Секе мынау міне Асқатпенен оқып жатқан мектеп. Осы мектебіміз. Бірден 11-ге шейін. Дайындығы тағы бар ішінде. Бұл жақтар дене тәрбиеланы. Қауын жеңіздер, қауын. Павлодардың қауын. Қойған. Қарға жеп қойыпты. Біз бұдан кейін және де жалғасты түрде солтүстікке көшіп барғандардың тұрмыс тіршілігі жөнінде, үкіметтің беретін қаражаты жөнінде, және басқа жаңа шыққан тиімді саясаттар жөнінде және де жалғасты хабар ошарларды жіберіп отырамыз. Сондықтан бұдан кейін сіздер осы YouTube'дағы Дүбірлі дүние деген текшеге қосылыңыздар, пікір жазыңыздар, лайк басып отырыңыздар.